Қала тұрғындары қалың жауған қардың жол жиегі мен жаяу жүргіншілер жолының осы күнге дейін уақытылы тазармағанына наразы. Себебі басты көшелерді аршудан қолы босамаған коммуналшылар қаладағы өзге көшелерді әлі де төбе көрсетпепті. Мәселен, қаламыздың Металлург көшесі. Мұнда да жердегі тротуар мен жолды ажырату қиын. Аулалардан арнайы қар тазалау техникасының жақын күндері өтпегені де байқалып тұр. Уборка дорог осуществляется сразу после снегопада. Жол тазалау жұмыстары қар түскеннен кейін бірден жүргізіледі. Мердігер компаниялар ең алдымен көлік жолдарын, одан кейін жаяу жүргіншілер жолын, яғни жол жиегін тазалайды. Соңғы уақытта қар қалың көлемде түскендіктен жол тазалаушылар жолдарды қардан тазалап үлгермей жатыр. Сол себепті қала тұрғындарын түсіністікпен қарауға шақырамыз. Соңғы күндері көктайғақ салдарынан ауруханаға түскендердің саны да артқан. Медицина қызметкерлерінің айтуынша, соңғы бір апта ішінде 110 адам травматология бөлімшесінің дәрігер көмегіне жүгінген. За последнюю неделю. Соңғы апта көрсеткіші бойынша біздің қабылдау бөлімімізге көше жарақатымен 110 адам келіп түсті. Бұл алдыңғы жылға қарағанда төмен болып есептелінеді. Өткен жылы бір аптада осындай науқастардың саны 171 болған. Теміртаулық тұрғындарда жол жиегіндегі омбы қардың тазаланбай жатқанына көңілдері толмайтынын айтып, наразылықтарын білдіруде. Қарашадағы қалың жауған қар қала тұрғындарын бей-жай қалдырмады. Күні бойы қиындыққа тап болған ел жаяу жүрудің өзінен қалған. Бір айдан бері қытымыр қыстың салқын екпініне бой үйреткен жұртқа табиғаттың тосын сыйын қабылдау қиынға соққаны байқалады. Бүгін 2-ші ма 3-ші күн қар жауып жатыр. Ешқандай тазартылып жатқан жоқ. Міне өздеріңізде көріп тұрсыңыздар, егер сіздерде сондай возможность болып жатса, түсіріп алуларыңызды өтінем. Вот машиналар тұр, мынау 3-й микрорайонның остановкасы, міне жол машиналар тұр, оның орны еш тазартылмаған. Бірақ мен мысалы Каршесаға дейін барып келдім, Каршесаға дейін барған жолда, мысалы, бірақ машина жүретін нені тазартқанда, ана арт жағы келесі жақ машина жүретін екінші қатардың орны ешқашан тазартылмағанда. Мысалы, жаяу жүргіншілердің жолына келетін болсақ, міне көріп тұрсыздар, тағы жаяу жүргіншілердің жолы ешқашан да тазартылған емес, тазартылмайды да. Мысалы, мен ойлаймын, бұл енді акиматтың жұмысы емес шығар, ЖКХ дейді, соларға бөлінеді ақша, оны тазарту үшін тазартпай отырған сол ЖКХ кінәлі деп есептейміз. Қазір мысалы остановкаларды айтайық, аялдамалар, мұз қатып қалады. Біресе ерейді, біресе қайтадан қатады. Сонда мысалы қататын кезде біз аяқ киімімізді пимаға ауыстырамыз. Пиманың өзінде қазір еріп жатыр, табаның су болады. Су болған табанмен қалай жүресің? Мысалы ауырасың. Ауырғаннан кейін больницаға барасың. Қанша күннен бері толассыз жауған қар жол бойында көктайғақ туғызып, әсерінен 22 қараша күні Қарағанды Астана тас жолының бойымен Теміртау бағытында келе жатқан 21 жастағы Kia автокөлігінің жүргізушісі алдын ала болжам бойынша көліктің тізгініне ие бола алмай, жол жиегіндегі қар тазалаушы техникамен соқтығысқан. Оқиға салдарынан Kia жүргізушісі алған дене жарақатынан қаза тапты. Аталған жол көлік оқиғасы бойынша тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қорытындысы бойынша процессуалдық шешім қабылданатын болады.